Сәлем достар, бүгін біз сіздермен жаз айында өте жеңіл болып шығатын көжені дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қазір видеода көрсетіліп тұрған ингредиенттеріміздің барлығын турап алып, ары қарай көжемізді бастайтын боламыз. Ең алдымен біз етімізді турап аламыз, содан соң ары қарай пиязымызды, картопымызды және де тәтті бұрышымыз бен сәбізімізді турап аламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, видеоны толығына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Егер сұрақтарыңыз бар болса, комментарийға қалдырып жаза берсеңіздер болады. Мен міндетті түрде жауап беремін. Және де қандай видео менен болашақта күтесіздер, оны да жаза кетсеңіздер. Мінекей қыздар, біз барлығын турап алдық. Енді қазанымызға майымызды құйып, қыздырып, қызып тұрған майда ең алдымен етімізден бастап қуырып бастаймыз. Етімізді қызарғанға дейін және де суы қалмағанға дейін қуырамыз. Содан соң үстінен пиязымызды қосамыз. Енді үстінен тәтті бұрышымызды және де сәбізімізді қосып, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Кез келген тамағымызды көбірек қуырып, көбірек араластырған сайын бізде негізінде дәмдірек шығады. Сондықтан да қуырған кезде пиязымыз, сәбізіміз, ішіндегі тәтті бұрыштарымыздың барлығы біркелкі араласып, ұзағырақ қуырылғаны жөн. Енді үстінен бір қасық томатымызды қосып, тағы да жақсылап қуырып шығамыз. Енді қыздар, үстінен дәмдеуіштерімізді, қызыл бұрыш, тұз және де қара бұрышымызды қосатын боламыз. Және де дәмдеуіштің қандай түрін қосатындарыңызды, ол өздеріңіздің үйдегі бар дәмдеуіштің түрін қоса берсеңіздер болады. Енді барлығын жақсылап араластырып, қазанымыздың бетін жауып 2-3 минутқа қалдырып, содан соң картопымызды қосып тағы да араластырамыз. Енді барлығын қуырып болғаннан соң тағы да бір араластырып жіберіп, үстінен суымызды құятын боламыз.
Мінекей қыздар, біздің көжеміз қайнап бастады. Енді қазір кішкене бетін жауып, астын отты азайтып, 25 минут немесе жарты сағатқа дейін бұқтырып қайнатып алыңыздар. Енді қайнап болғаннан соң үстінен жуылған перловкамызды салып, 15-20 минут қайнататын боламыз. Мінекей қыздар, біздің көжеміз дайын болып шықты. Міндетті түрде барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Перловканың дәмі ерекше болғандықтан сіздердің көжелеріңіз ерекше болып шығады. Және де бұл көжеге сіздер айран қосып ішсеңіздер өте дәмді болады. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Айран қосып ішіп көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Және де осы көженің бір плюсы бізде жаз айында өте жеңіл болады. Сондықтан да барлықтарыңызға да кеңес беремін. Жасап көруге ас болсын. Менің видеомды соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.